Саламатсыздар ма білім алушылар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен кристаллогидраттар тақырыбын қарастырамыз. Кристаллогидраттар ұбт-да келетін ең танымал есептердің бірі болып саналады. Кристаллогидраттармен байланысты ерітіндіге немесе энді анықтауға байланысты есептер келуі мүмкін. Мінеки бүгінгі сабақта біз осыған байланысты есептерді қарастырамыз. Алдымен кристаллогидрат дегеніміз не? Соған жауап берейік. Естеріңізде сақтаңыздар, бізде жай ғана тұздар бар, сонымен қатар кристаллогидраттар бар. Егер сыртынан қарайтын болсақ, олардың бір-бірінен ешқандай айырмашылығы болмайды. Бірақ та, егер де біз олардың молекулалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, онда қарапайым тұз бен кристаллогидраттардың анық айырмашылығы байқалады. Егер біз жай ғана тұзды қарастыратын болсақ, тұзда тек қана металл және де қышқыл қалдығы болады. Ал кристаллогидраттарда осындай металл қышқыл қалдығынан бөлек белгілі бір мөлшерде су молекулалар жабысып тұрады. Мысал ретінде купр-мс 4 көбейтілген 10HCO деген кристаллогидратты қарастырсақ болады. Бұл жерде бізде металл, күкірт қышқылының қалдығы, ол бізде сусыз қалдықтағы тұз деп аталынады. Бірақ та әрбір осындай бір молекулаға 10 су молекуласы жабысып тұр. Олар әрқашанда бірге жүреді. Мінеки, осындай затты біз кристаллогидрат деп айтамыз. Кристаллогидраттардың тұзға қарағанда ерекшелігі бар болғанымен де, оларды суға салатын болсақ, яғни ерітетін болсақ, нәтижесі бірдей болып шығады. Яғни суға купр-мс 4-ті ерітетін болсақ та, немесе суға осындай күрделі кристаллогидратымыз ерітетін болсақ та, нәтижесінде біз купр-мс 4-тің ерітіндісін аламыз. Себебі сұйық суымыз осы кристаллогидраттың ішіндегі суды өзіне тартып алады. Нәтижесінде ешқандай айырмашылық қалмайды. Бір ғана ерекшелігіміз бар. Барлығымыз білетін шығармыз, бұл жердегі судың өзінің массасы бар. Сол себептіден де сіз белгілі бір масса қосатын болсаңыз, ерітіндіге жететін массаның мөлшері жалпы массаға қарағанда азырақ болады. Біздің мақсатымыз осы есепте кристаллогидраттың ішінде қанша сусыз қалдық бар екенін және де қанша су бар екенін анықтау. Олай болса, уақытты көп созбай бірінші есебімізге көшейік. Бірінші есебімізде купр-мс 4 көбейтілген 10HCO деген кристаллогидрат берілген. Егер де осындай кристаллогидраттың 68 граммын алып, 132 грамм суда ерітетін болсақ, алынатын ерітіндідегі купр-мс 4-тің массалық үлесі қандай болады деген сұрақ. Бұл есепті шығаруда барлығымыз жақсы білетін бір формуланы қолданамыз, яғни массалық үлесті анықтау формуласы. Ол жерде біз еріген заттың массасын жалпы ерітіндінің массасына бөліп 100-ге көбейтуіміз керек. Егер де осыған дұрыстап қарайтын болсақ, бізде ерітіндінің массасы анық болып тұр. Себебі кристаллогидратты суға қосқан кезде ешқандай газ немесе тұнба бөлінбейді, ол толықтай еріп кетеді. Олай болса, бізге жай ғана осы массаларды бір-біріне қоса салуымыз керек. Яғни 68 граммға 132 граммды қосатын болсақ, біз 200 грамм деген жауапты аламыз. 200 грамм ол бізде ерітіндінің массасы. Ендігі кезекте бізге бар жоғы еріген заттың массасын анықтауымыз керек. Осы жерде ұлттық бірыңғай тестілеуде көптеген оқушыларымыз қарапайым қатені жібереді. Еріген заттың массасы ретінде олар 68 граммды алады. Әрине, сіз белгілі бір пайызды аласыз. Кейбір жағдайда ол пайыз сіздердің жауаптарыңызда тұрады. Ал кейбір жағдайда ол кездеспейді. Бірақ та бұл пайызымыз бізде дұрыс емес екенін түсінуіміз керек. Себебі осы тақырыптың басында мен сіздерге айтқан болатынмын. 68 граммды суға қосқанымен де 68 граммның ішіндегі купр-мс 4-тің массасы әлде қайда азырақ болып келеді. Мінеки, менің мақсатым осы 68 граммның ішінде қанша сусыз қалдық бар екен анықтауым керек, яғни купр-мс 4-тің массасы. Бір қараған кезде оны анықтау өте қиын сияқты. Бірақ та қарапайым молекулалық массаны қолдану арқылы біз оңай анықтай аламыз. Ол үшін маған әрине купр-мс 4-тің және де 10 су молекуласының молярлық массалар қажет болады. Егер де дұрыстап есептейтін болсақ, мыстікі 64, күкірттікі 32,
оттектікі 16, оны 4-ке көбейтеміз. Осының барлығын бір-біріне қосатын болсақ, онда бізде көпірмесі 4-тің малярлық массасы 160 грамм моль болады. Ал судың малярлық массасын барлығымыз білетін шығармыз, ол 18 грамм мольге тең. Яғни 16 ол оттектікі, сутектікі 1, 2 болғандықтан 18 болады. Бірақ та кристаллогидраттың ішінде бізде 10 су молекуласы бар. Осы себептен біз 10-ды 18-ге көбейтуіміз керек. Сонда кристаллогидраттың ішіндегі судың малярлық массасы 180 граммға тең болады. Қатты қиын емес болатын шығар, егер де біз 160-қа 180-ді қосатын болсақ, бізде 340 деген жауап шығады. Сонда кристаллогидраттың жалпы малярлық массасы 340 грамм мольге тең. Сонда 340 грамм мольдің ішінде 160 граммы ғана көпірмесі 4 болып келеді. Яғни жартысынан да аз болып саналады. Ал нақты 68 граммның ішінде қанша көпірмесі 4 бар екен анықтау үшін біз қарапайым пропорциялар әдісін қолдансақ болады. Қайталап айтам, 340 граммның ішінде 160 грамм көпірмесі 4 бар. 340 ол жалпы кристаллогидраттың малярлық массасы. Пропорция бойынша мен жалпы кристаллогидраттың шынайы массасын қолдансам болады, яғни 68 граммды. Пропорция қолдануда қателік жібермеңіздер. Әрқайсының астына белгілі бір сандар жазылады. Яғни 340 грамм ол менде кристаллогидраттың малярлық массасы болса, оның астына мен тек қана осы кристаллогидраттың шынайы массасын жаза аламын. Ал енді 160-тың астында орналасатын массаны ойлап көрейік. 160 ол осы кристаллогидраттың ішіндегі сусыз қалдықтың массасы. Ал 68 ол шынайы масса. Ондай болса, мұнда біз шынайы массаны жазуымыз керекпіз. Бірақ та біздің қолымызда ол жоқ, сол себептіден де оны біз X деп көрсетеміз. Осы жерден X анықтайтын болсақ, яғни 68-ді 160-қа көбейтіп, 340-қа бөлетін болсақ, бізде X-іміз шығады. X сонда бізде 32 граммға тең болады. Мінеки осылай біз 68 граммның ішінде 32 грамм көпірмесі 4 бар екен анықтадық. Сонда 132 граммға 68 грамм кристаллогидратты қосқан кезде біз ерітінді аламыз және ерітіндінің ішінде 68 емес 32 грамм көпірмесі 4 жүреді деп түсінуіміз керекпіз. Яғни көп қосамыз, бірақ та ерітінді де азырақ болады. Енді бізде жалпы массамыз бар 200 грамм, және де осы ерітіндінің ішінде еріген 32 граммыз бар, олай болса есебімізді аяқтасақ болады. 100 бен 200-ді қысқартып бір-бірінен 32-ке бөлетін болсақ, бізде 16% шығады. Сонда есебіміздің жауабы осы алынған ерітіндідегі сусыз қалдықты тұздың, яғни көпірмесі 4-тің массалық үлесі 16%-ға тең. Нақты осы есебін сіздерге түсінікті деген ойдамын, бірақ та барлық шығару әдістерді есімізде жақсы сақтау үшін тағы да бір есепті қарастырып көрейік. Бұл есепте біз темір хлоридінің кристаллогидратын қолданамыз. Темір хлориді көбейтілген 6H2O деген кристаллогидратты, соның 94 граммын біз 306 грамм суда ерітеміз. Тура жаңағы бірінші есебіміз сияқты 94 граммды суда ерітетін болсақ, ерітіндінің массасы осылардың қосындысына тең болады. Яғни 94 плюс 306 тең 400 грамм. Яғни ерітіндінің массасы 400 граммға тең болады. Бұл жердегі ең басты ауыртатын зат, ол әрине 94 граммның ішінде қанша феррум хлориді бар екен анықтау. Себебі есептің шарты бойынша біз ерітіндіде жүрген темір хлоридінің массалық үлесін анықтауымыз керекпіз. Бұл жерде 94 грамм кристаллогидраттікі дегеннен кейін барлығымыз түсініп отырған шығармыз. 94 граммның ішінде феррум хлоридінің де массасы және де 6 судың да массасы кіріп кетеді. Олай болса, анықтап көрейік. Ол үшін бізге малярлық масса қажет болады. Темір хлоридінің малярлық массасы анықтайтын болсақ, ол бізде 56,
2 көбейтілген 35-те 5 барлығын бір-біріне қосатын болсақ, бізде 127 деген жауап шығады. Ал судың малярлық массасын анықтайтын болсақ, ол бізде 18 көбейтілген 6, ол 108-ге тең болады. Ал жалпы кристаллогидраттың малярлық массасын анықтау үшін бізге жай ғана 127-ге 108-ді қосу керек. Сонда осы кристаллогидраттың малярлық массасы 235-ке тең болады. Бұны қалай түсінеміз? 235 граммның ішінде 127 грамм темір хлориді бар деген сөз. Олай болса жаңағы пропорцияны қолданып, 94 граммның ішінде қанша темір хлориді бар екен анықтасақ болады. Пропорцияны тағы да бір талдап жүрейік. 127 ол бізде темір хлоридінің малярлық массасы. X ол біз анықтағымыз келіп жатқан сусыз тұз қалдығының массасы, яғни темір хлоридінің шынайы массасы. Бұлай бізде байланыс бар. 235 ол бізде жалпы кристаллогидраттың малярлық массасы. 94 ол бізде жалпы кристаллогидраттың шынайы массасы, яғни бұлайда бізде байланыс бар. Мінеки осылай біз енді X-ті анықтай берсек болады. X-ті анықтау үшін біз 94-ті 127-ге көбейтіп, 235-ке бөлуіміз керек. Сонда бізде X-іміз 50,8 граммға тең болады. Яғни 94 граммның ішінде менде 50,8 грамм сусыз қалдықта темір хлоридінің массасы болады. Есепті ары қарай шығаратын болсақ, ең соңғысы қалды, яғни темір хлоридінің массалық үлесін анықтауымыз керек. Есептің басында біз айтып кеткен болатынбыз, жалпы ерітіндінің массасы 400 граммға тең. Олай болса, жай ғана формулаға қою арқылы біз жауабымызды алсақ болады. Осылайша біздің есебіміздің жауабы 12,7%-ға тең болады. Мінеки балар, осындай қарапайым әдіс арқылы жай ғана пропорция және де малярлық массаларды қолдану арқылы біз осындай есептерді оңай шығарсақ болады. Бұндай есептің шығару жолдарын ұмытпайсыздар деп үміттенемін. Ал енді осындай есептерді кері бағытта шығарып көрейік. Яғни бағынан бері бізде барлық сандар берілді, тек қана еріген тұздың массалық үлесі берілмеген. Енді бізде формуламыз толық емес болып тұр. Яғни кристаллогидраттың ішіне қанша су молекуласы кіретінін білмейміз. Бірақ та алынатын ерітіндідегі магний сүтірттің процентін білеміз, яғни 12%-ға тең. Осы есепті шығарып көрейік. Есептің берілгені бұлай. Осындай белгісіз кристаллогидраттың 132 граммын алып 368 грамм суда еріткен кезде алынған ерітіндідегі магний сүтірттің массалық үлесі 12%-ға тең. Бастапқы кристаллогидраттың ішінде қанша су молекуласы бар екен анықтауымыз керек. Алдымен ең оңайынан бастаймыз. Ерітіндінің массасы қаншаға тең? Ерітінді алу үшін біз 368 грамм су мен 132 грамм кристаллогидратты қолдандық. Олай болса, екеуін бір-біріне қоса саламыз. Нәтижесінде біз 500 грамм ерітіндіні аламыз. Ал енді формуламызға келетін болсақ. Формуламыз бойынша біз еріген заттың массасын ерітіндіге бөліп 100%-ға көбейтуіміз керек еді. Бірақ та бір қызығы бізде еріген заттың массалық үлесі бар 12%. Ерітіндіні қазір ғана анықтадық. Сонда бұл формула бойынша менде жоқ зат болып тұрған ол еріген заттың массасы. Егер де мен барлық сандарымды орнына қоятын болсам, менде осындай теңдеу шығады. Осы теңдеуді анықтау үшін біз 500-ді 12-ге көбейтіп 100-ге бөлуіміз керек. Сол кезде X-іміз 60 грамм шығады. Мінеки осылай біз еріген заттың массасын анықтап жатырмыз. Алдыңғы есептерге дұрыстап мән беретін болсаңдар, еріген заттың массасы ретінде кристаллогидратты толықта емес, оның сусыз қалдығын қолданып жатырмыз. Яғни бұл жерде 60 грамм дегеніміз ол магний S4-тің массасы. Бірақ сонымен қатар бізде есепте жалпы масса берілген, яғни толық кристаллогидраттың массасы. Сонда біз бұлай түсінсек болады. 132 грамм кристаллогидраттың ішінде 60 грамм сусыз қалдық бар, яғни магний S4.
Сонымен қатар біз магний С4-тің малярлық массасын анықтай аламыз. Бірақ та жалпы кристаллогидраттың малярлық массасын анықтау мүмкін емес, себебі біз білмейміз қанша су молекуласы бар екенін. Онда магний С4-тен бастайық және де сол алынған санымызды қандай мақсатта қолдана аламыз деген сұраққа жауап беріп көрейік. Магнийдің малярлық массасы 24, күкірттікі 32, оттектікі 16. Барлығын бір-біріне қосуымыз керекпіз. Сонда біз магний С4-тің малярлық массасы 120-ға тең екенін байқаймыз. Ал жалпы кристаллогидраттың малярлық массасын мен X плюс 120 деп көрсетейін. Сонда біз оның барлығын мына пропорцияда қолдансақ болады. 60 грамм жаңа ғана айтқан болатынбыз, ол магний С4-тің шынайы массасы. Осы себептен мен оның астына оның малярлық массасын жазсам болады. 132 дегеніміз ол бізде кристаллогидраттың шынайы массасы, яғни жалпы кристаллогидраттың массасы. Ал ол жерге мен осы кристаллогидраттың жалпы малярлық массасын жазуым керекпін. Оны әзірше анықтау мүмкін емес, жаңа ғана айтқан болатынбыз, бірақ та біз оны 120 плюс X деп көрсетсек болады. Сонда бізде осындай бір теңдеуіміз шығады. Егер де осы теңдеуді шығаратын болсақ, яғни 120-ны 132-ге көбейтіп, тең 60-ты осы теңдеуге көбейтетін болсақ, осы теңдеуді шығарып соңында X анықтайтын болсақ, бізде X-іміз 144-ге тең болады. Яғни бұл жердегі X-іміз магний С4 көбейтілген NH2 деген жердегі NH2-ның малярлық массасы. H2-ның малярлық массасын білеміз, ол бізде 18-ге тең. Яғни 144 дегеніміз 18 деген санды белгілі бір басқа санға көбейткеннен шығып жатыр. Сонда 18 көбейту n тең болады 144 деп түсінуіміз керек. Осы жерден n-іміз 8-ге тең болады. Сонда біздің кристаллогидраттың формуласы магний С4 көбейтілген 8H2 болады. Яғни есептің жауабы 8-ге тең болады. Мінекей балар, осындай есептер ұлттық бірыңғай тестілеуде өте көп мөлшерде келеді. Осы себептен де сіздерге кристаллогидраттар дегеніміз не, және де оларға қатысты есептерді қалай шығарады деген сұраққа жақсылап тұрып жауап алу керек. Осы сабақта көрсетілген есептерді өздеріңіз жеке шығарып көріңіздер. Және де ең бастысы кристаллогидраттардың құрылымын ұмытпай, олардың малярлық массалары қалай есептелінеді, және де есепте пропорциялар қалай қолданылатынын ұмытпай жүріңіздер. Олай болса, сіздермен болған химик Абылайхан, келесі сабақтарда көріскенше.